Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз өте ерекше қарапайым әуендердің бірі, яғни Марта Мейердің Bazaar in Morocco деген әуенді үйренетін боламыз. Сіздерге бұл әуенді үйрену қиын болмайды деген үміттемін. Ал енді біз әуеннің мелодиясын тыңдап бастайық. Енді біз үйренуімізді бастайық. Жалпы бұл әуен қиын емес, әсіресе сол қолдың ойыны. Байқасаңыздар өте оңай. Яғни екі нота көбінесе ойналады. Және бұл соль нотасы және ре нотасы. Және де бұлар бізде секіріп ойналады. Сондықтан да оларды бірге қосудың қажеті жоқ. Жалпы осы сол қолдан бастайық. Бұл бізде 4 рет ойналады. Яғни байқасаңыздар, біз ең басына жайлап бастасақ, кейін уже 3-ші және 4-ші рет ойнап жатқанда біздің жылдамдығымызды және де дауысты шамалы жоғарылау қажет. Кейін бізде оң қол мен сол қол бірге ойналады. Яғни мұнда соль, ля, си болады. Және тағы да ойнайық. Тағы да ойнайын. Енді бірге сол қолмен қосайық. Тағы да көрсетейін. Кейін мұнда ре. Яғни басында көтерілеміз, кейін астыға түсеміз. Тағы да ойнайын. Енді бірге сол қолмен ойнаймыз. Кейін бізде мұнда до және де ми бемоль ноталар ойналады бірге. Сосын керісінше. Кейін ре және фа. Тағы да бастайын. Ал біздің оң қолдың ойында. Яғни мұнда да секіру көрінеді. Басында бірге қосылса, енді секіріледі. Кейін тағы да ойнайын жерін. Енді соль. Енді фа диез. Тағы да бірге ойнайық. Сонда бізде мұнда бір бөлік ойналса, мұнда осы екі нота басылып тұра береді.
кейін мында ауысады. Мұнда енді ре және фа диез. Бұнда және әуен енді шамалы басылады. Тағы да осы бөлігін ойнайық. Енді әуеніміз тағы да қайталанады. Сонда бізде барлығы бірдей, бірақ та соңғы жағында бізде өзгеріс бар. Яғни бұл мына жерінде. Енді осы бөлікті тағы да ойнап жіберейік. Енді ең басынан бастап осы жерге дейін жайлап ойнап көрейік. Енді бізде әуен өте қатты ойналады. Бұнда яғни соль нотасы, және де біз астыға түсетін боламыз. Ал сол қолдың ойыны әлі де сол қалпында. Осы жерге де ойнайық, енді жайлап көрсетейін. Бұнда яғни бұнда төртінші саусақпен ойнаған ыңғайлы. Тағы да яғни соңғы екі нота секірмелі болып ойналады. Енді дәл осы, бірақ шама өзгешелеу. Тағы да ойнайын. Енді осы бөлікті тағы да қайталап жіберейін. Енді бірге сол қолмен ойнап көрейік. Тағы жайлап ойнайын. Енді мұнда дәл сол, бірақ осы астыңғы октавада ойналады. Яғни ешқандай айырмашылық жоқ, дәл сондай, бірақ осы астыңғы жақта ойналады. Ал енді біз керісінше жоғарыла көтерілетін боламыз. Яғни оң қолда бізде былай ойналады. Тағы да ойнайын. Енді дәл осы бізде осы октавада ойналады.
осы бөлігін сол қолмен ойнап жіберейік. Бұнда да әлі сол 2 нота. Енді осы екінші бөлімді біз бірге бастайық. Енді бізде әуеніміз шамалы жайырақ ойналады. Және де мұнда 1 нота ойналса, мұнда да 1 нота ойналады. Яғни мұнда біз осы ре нотасына дейін көтерілеміз, кейін астаға түсеміз. Енді тағы да қайталап жіберейін. Яғни мұнда бізде секірмелі ойналса, ал мұнда керісінше бірге барлығы қосылып, жай ойналады. Енді бізде осы 2 нота қаттылап басып, осылай тұра береді. Ал біздің оң қолымызда әуен өте жылдам ойналады, бірақ та басында қатты басталып, кейін уақыт өте келе жай басылу қажет. Қазір көрсетейін. Яғни дәл жаңағы ноталар, бірақ та тезірек ойналады. Және де бұл бізде 3 рет ойналады, ал сонда мына жақтағы әуеніміз осы 3 ойын барысында бір қалыпта тұрады. Енді аяқтайық. Мұнда да соль нотасы және де ре нотасы. Мұнда да осы екеуін бірге басамыз. Жалпы осы соңғы бөлімін тағы да қайталап жіберейік. Енді өте жай ойнаймыз. Енді басынан бастап барлығын жайлап ойнап көрейік.
Осымен біз үшінші әуенімізді де аяқтадық. Егер де сіздерге барлығы ұнаса, төменге лайк басып және де комментарий жазып кетсеңіздер болады. Ал енді келесі аптада көріскенше.